Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бельгийский вафлидің оңай тексерілген рецептімен бөлісемін. Бұл десерт біздің үйдің ең жеңіл, тез әрі дәмді рецептімен жасалады. Жұмыртқаға сүтімізді, қантымызды, разрыхлитель мен ванилинді қосып, жақсылап араластырамыз. Сары майымызды ерітіп, ұн мен дайын массамызға қосып, жақсылап араластырып, осындай қою масса шығарамыз. Дайын массамызды қызып тұрған вафельницамызға 2 үлкен қасықпен қосып, бетін жауып, 3-5 минут күтеміз. Вафлилеріміз дайын, қызартып, өзіңізге ұнайтындай қылып, регулировка жасап алсаңыз болады. Біз осындай қызарған тұсын ұнатамыз. Вафлилеріміз дайын, менің 8 жасар қызым өзі де дайындайды бұл рецептпен. Және де осылай мороженое қойып, шоколад жағып, менің отбасым жақсы көреді. Астарыңыз тәмді болсын. Рецепті сақтап, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.